Hello, children. How is it going? Now let's start today's new lesson. Open your book on pages 118. Robots 1. Қайырлы күн балалар. Бүгін роботтар 1 деген тақырыпты өтетін боламыз. Сол беттегі барлық жаттығуларды менімен бірге орындаңыздар. Ендеше менімен бірге болыңыздар, иә? Scientists all over the world invent robots to make our lives easier and more fun. Let's meet some of these fantastic robots. Яғни ғалымдар, әлемдегі ғалымдар бізге роботты ойлап табады. Ол үшін біздің өмірімізді жеңілдету үшін және де қызықты болу үшін дейді. Ендеше осындай керемет роботтардың бірімен танысайық дейді балалар. Екі робот берілген, екі робот түрімен біз танысатын боламыз. Қазір мәтінді оқып аударамыз, иә? This cute little robot is Perero. It's a small robot made of plastic. It hasn't got any arms or legs, but it's got wheels. Pepero understands what you say, talks and moves. It can control some of the things in your house like the TV and the washing machine. It can even surf the net дейді балалар. Яғни бұл Pepero деген робот, кішкентай робот екен. Бұл пластиктен жасалған, және де бұның аяғы, қолдары жоқ, бірақ дөңгелектері бар екен. Ол сенің не айтып тұрғаныңды түсінеді, сөйлесе алады және қимылдай алады. Және де үйдегі теледидар секілді заттарды бақылай алады, иә? Және де мысалға теледидар, кір жуатын машина деген секілді осындай техникаларды басқара алады дейді. Екінші, this robot's name is Asimo. Asimo is made of plastic and metal. It's got arms and legs and there are many things it can do. It can walk, understand body language, help people carry things, dance and climb up and down stairs. It can also do simple things at home like turn off the lights for you before you go to bed. Яғни келесі роботтың аты Асима деп аталады. Ол металдан, пластикадан жасалған, оның қолдары, аяқтары бар. Олар көп нәрсені жасай алады. Ол жүре алады, сенің тіліңді түсіне алады және адамдарға бір затты көтерісуге көмектесе алады, билей алады. Және де жоғары өрмелей алады, төмен түсе алады. Және де үйде егер сіз жатар алдында оны жаңағы жарықты сөндіруге де жұмсай аласыз, иә? Сондай да несі бар, қасиеті бар екен балалар. Ендеше осы роботтарға байланысты тапсырмаларды орындаймыз. Exercise 26. Read and write A or B. Which robot? Қайсы робот? Can speak, сөйлей алады. Can understand body language, дене тілін түсіне алады. Can use the computer at home, үйде компьютер қолдана алады. Can go up and down stairs. Қайсы робот жоғары көтеріледі, төмен түсе алады дейді. Қайсысында қабілеттері бар? Дұрыс нұсқасын қарап жазып алсаңыздар болады. Exercise 27. Find information about a robot from a film, book, etc. Make a project or PowerPoint presentation, present into the class. Write about its name, description, what it can do дейді балалар, иә? Яғни фильмнен, кітаптан, яғни бір робот туралы мәліметтер іздеңіздер дейді. Соған презентация жасаңыздар болады, және де оны сыныпта қорғайсыздар. Оған жазасыздар не, оның аттарын, сипаттамасын және ол роботтың қолынан не келеді. Сол туралы ақпарат жинап келіңіздер деген тапсырма. Оны өздеріңіз ізденіп орындайсыздар балалар, иә? Exercise 28. Look, read and circle. Яғни суреттерге қараймыз дағыны. Сөйлемдерді оқимыз және де бұл сөйлемде қай сурет туралы айтып тұр? Picture A немесе picture B, соны табуымыз керек. There is a robot going up the stairs. Яғни қай суретте ол? Up the stairs, picture A дейді. Сол сияқты суреттегі іс-әрекеттерді қарап отырып суреттен табуымыз керек балалар бұл тапсырмада. Exercise 29. Thinking cap. Think of your own robot. Talk with your friend. Яғни өзіміз ойымыздан жасақ табады. Мысалы, ойымыздан бір роботты ойластырамыз. Ол есім қоямыз, оған оның қолынан не келеді. Яғни мына сұрақтарға жауап беру арқылы өзіміздің қиялға жайып ойымыздан
өзіміздің роботымызды сипаттап шығамыз балалар, иә. Келесі 30-шы жаттығуды да, яғни сол роботты да сипаттап жазсаңыздар болады. Міне сіздерге келесі 29-шы жаттығуға диалог ретінде, яғни достарыңмен сөйлес деп тұр ғой, сол диалог ретінде бір роботтың бір нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап отырып, өздеріңіздің де роботтарыңызды сипаттап жазсаңыздар болады балалар. Next exercise 30. Design your own robot. Present into the class. Яғни сыныпта өзіміздің роботымыз туралы айтып береміз балалар, иә. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаймыз. Каналға тіркеліп қойыңыздар балалар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.